хан талау. 5 ғасырдың аяғында жарты Еуропа мен Орта Азияны алып жатқан ғұндар ендіден бұлай өзінің ғұндар деген бір замандағы қасиетті атауын ұмыта бастады. Түркі тайпаларға, сәнімдерге бөлініп, өзара қырқысумен болды. Оның ақыры олар 450 жылдардағы әлемдегі сан жағынан ең көп халық орнына мың тарауға жан-жақ боп бөлінген ұсақ топтарға айналып кетті. Ол топтар қырық пышақ болып өзара қырқысып тоз-тозы шықты. Сол топтардың бір қатары ендіден бұлай түрік атанып, бір-біріне жауықты. Ұлы қоныс аударудың ақыры осылай өзін-өзі құртты. Бірақ сол қырық пышақ көп рудың шыққан тегі қаны бір еді. Ендіден бұлай тілі басқа, өңі басқа әртүрлі халықтарды осы түбі бір қандастық біріктіріп тұрды. Ұлы халықтан ондаған халықтар шығып, ұлы қоныс аудару осылай аяқталды. Бұрынғы ғұндардың орнына Альмания, Бургундия, Богемия, Австразия, Бавария, Саксония, Галлия, басқа да көптеген түрік мемлекеттері пайда болды. Рим империясына қараған жерлерде түрік корольдіктері орнап, олар Рим заңына бағынды. Солардың бірі ғұндармен араласқан вестготтар корольдігінде көпшілік құраған ғұндардың ықпалы басым еді. Бірақ олардың ішкі арман мүддесі ғұндармен де, римдіктермен де, вестготтармен де қабыспай сол жерді мекендеген халықтың мүддесінен туындайтын. Ал бұрынғы ғұндардың шығыс бөлегін мекендеген түрлі тайпалар енді қағанат болып, оларды қағандар басқарды. Түріктер ханды тағына ақ киізге орап көтерді. Хан тағына отырарда хан талауы басталады. Бұл шындығында ханды тонау болатын. Бұл дәстүр Еуропа жерінде әр кезекте Рим патшасын сайларда болып тұрған. 5 ғасырдың аяқ тұсында Австразияда қағандар осылай сайланатын. Бұл Еуропаның қақ төрінде отырған жаңа түрік мемлекет еді. Ол мемлекет Алтайдың батыс бетінен бастап Галлия, Испания, Сакстар, оңтүстік Альмания, батыс Еуропадағы герман тайпаларын түгелге жуық қамтып, Австразия аймақтарын алып жатты. Бұл қазіргі оңтүстік Германия, Швейцария, Люксембург, Бельгия, Франция, Испанияның бір бөлігі, Австрия жері, бертін келе Авария қағанаты құрылды. Мұнда қағанатқа қазіргі Прибалтика, Венгрия, Польша, Чехия, Хорватия, Германияның бір бөлігі қарады. Ол жерлерде ұлы қоныс аудару кезінде ғұндар ордасында болып, жергілікті тайпалармен араласып, сіңісіп кеткен ғұн ұрпақтары қалған. Мұнан кейінгі заманда орталық Ресейден қазіргі Москва өзеніне дейінгі аралықта алып жатқан Украина қағанаты, одан түстікке қарай қазіргі Югославия, Румыния, Болгария жерінде ұлы Бұлғария қағанаты, Кавказ бен Дон даласында Хазария қағанаты, Еділ өзенін жағалай Жайық өзенінен Байкалға дейін Алтай даласын, Ібір-Сібір, одан солтүстікке қарай шығыс түріктері сахалар жайлады. Бұл қағанаттар Еділден қалған ескі салт, атқа отырып қылыш ұстау, бір тәңірге табыну дәстүрін сақтады. Еуропаның қалған бөлігі бұрынғыша христианына табынып қала берді. Түрлі тайпа ұлыстарға бөлініп, Еуропа тайпаларымен араласып сіңісіп кеткен бұрынғы ғұндар енді бірін-бірі танымады. Өз тілдерінде ұмытты. Олар ар жағында шыққан тегіне, қанына қарауды білмеді. Бір-бірімен 40 пышақ күн кешті. Оның арты ашық жауласуға апарды. Төбі бір қаны бір бұрынғы ғұн кейінгі түріктердің жауласуы орта ғасырға дейін созылды. Қаны бір ағайын, төбі бір туысқандар бірін-бірі өлтіріп, қиып жатты. Неге? Оның басты себептерінің бірі заман өзгерткен адамдардың табиғатында еді.
улустар жаңа халыктарга бөлүнүп, тарихын багзы заманғы ата бабаларын умутту. Осудан кейін агайындылар бірін бірі танымай, өзді-өзі жау болды. Бұрынғы ғұндар кейінгі қыпшақ түрктер ежелгі әлемді құлатып, сол уақытта олар өздерін-өздері құртты. Олардың ұрпақтары өзгеріп, басқа күйге еніп келе жатты. Оның ақырғы жемісі бүгінгі Еуропа. Оны құрған түрктер болды. Құрып бара жатқан Рим империясының құрдымға бір жола батырған да сол еділден кейінгі ғұндардың ізбасарлары түрктер еді. Олар өткен өмірінен де ата-бабаларынан да, олар мекендеген ұлы даладан да жат болып кете берді. Арадан талай ғасыр, мыңдаған жыл өтті. Сол уақытта Днепр мен Дондағы, Кавказ бен Жайық бойын мекендеген түріктер дала дәстүрін сақтап, бұрынғыша өмір сүріп жатты. Сондықтан да оларға Еуропадағы ұлы өзгерістер келмегенімен, оларда өмір ағымына тыс қалмады. Хакас, якут алтайлықтар осындай күйде болды. Бұл кезде Еуропадағы римдіктер мен гректер, келттер де осындай өмір өзгерістеріне тап келді. Сөйтіп, күллі әлем бір қазанға түсіп қайнап жатты. Византия, Италия, Кушан хандықтарының тарихы осының айғағы. Гректер түріктердің көмегімен Византияны гүлдендірсе, түріктер парсылардың көмегімен Кушан хандығын гүлдендірді. Еділден кейінгі Еуропа қан төгіске толы болды. Еділ өлгенімен Рим ғұндардан құтылған жоқ. Еділден соңғы Еуропаның тағдыры ғұндармен, кейін қыпшақтармен, түріктермен тікелей байланыста жатты. Кітаптың соңы. Оқыған Амантаев Ербол. Шымкент қаласы 2018 жыл.